Кайырлы күн достар. Бүгін кабачкиден крем суп дайындайтын боламыз. Әуелі май құйылып қызып қойған қазанға сарымсақты саламыз. Үстінен туралған пиязды, картопты салып араластырып отырып қуырамыз. Содан соң кабачкиді қосамыз. Араластырамыз. Үстінен жарты литрдей су құямыз. Қақпағын жауып қайнатамыз. Қайнаған соң блендерді алып толық езілгенше ұсақтаймыз. Үстінен 200 грамдай сливки құямыз. Қақпағын жауып қайнатып аламыз. Дайын тағамды ас көкпен, қатырылған нанмен ұсынуға болады. Міне достар, өте керемет, ерекше дәмді крем суп дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны аяғына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, лайк қоюды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше аман болыңыздар.